Қайырлы күн, оқушылар. Бүгін біз құқық негіздері пәнінен оқушының жіберген кезекті сұрағын талдаймыз. Бұл жерде кәсіпкерлікті дамытудың институционалды факторлары берілген екен. Бұл жерде дұрыс жауабы банк жүйесінің сақтандыру ісінің дамуы, нарықтық делдалдардың деңгейі. Қарасаңыздар, бұл бізде мына жерде тұр. Кәсіпкерлікті дамытудың институциялы факторлары деп. Бұл сұрақтар негізі сіздерде ескі баспалар адам, қоғам және де құқық деп аталатын мынандай кітап бар бізде. Қазіргі таңда мысалы сіздер құқық негіздері пәнін оқып жатсаңыздар, 2010 жылдардан бастап, жалпы 2000 жылдардан бастап 2013-15 жылдарға дейін бізде мектепте осы адам, қоғам, құқық кітабы оқытылған болатын. Бұл Жұбанышев шығарған кітап болып табылады, 9-шы, 10-шы және де 11-шы баспалары. Егер сіздер дәл осы баспалар болса, онда комментарийға жіберіп қойсаңыздар. Мен бұны электронды түрде көрсетіп жатырмын, 40-шы бетте көрсетілген. Яғни бұл жерде сұрақ жауап ретінде жасалған. Оны сіздер экономикалық теорияға кіріспе деп аталатын тақырыптан таба аласыздар, мен көрсетіп қойдым. Осы параграфты толық оқып шығамыз. Егер бар болса, кітапты комментарийға жіберіп қойсаңыздар. Әсіресе 10-шы, 11-шы сыныптар.